Қалайсыздар жігіттер, қыздар? Бүгін екінші обзор инвестиция саласы бойынша. Бұл обзор мен екі түрлі обзорлар түсіремін. Біреуі графикті ашып қойып, техникалық анализ бойынша да мына жерден сатып аламын, мына жерден сатамын деген сияқты. Ал мынау обзордың екінші түрі, бұл екінші түрінің екіншісін түсіріп жатырмын қазір. Бұл жерде қалай біздер инвестиция жалпы жасап жатқан кезде адамдар ойлайды, например, бізде жаңағыдай банк центр кредит бар, халық банк арқылы акцияларды сатып алып жатады. И ең үлкені Freedom Finance. Freedom Finance бізде енді глобальный жұмыс жасайтын брокердің бірі әлем бойынша. Енді қатты ауқымды емес, Қазақстанда ауқымды. Осылардың ішінен сіздер біреулер бар, үш жақты жұмыс жасап жатқан, біреулер бар, біреуін таңдаған деген сияқты, табыс деген сияқтылар бар тағы. Енді сіздерге бұл жақта ақша қайдан келеді? Көп сөйлейді, бізге мысалы Freedom беріп жатыр, или жаңағыдай халық банк беріп жатыр, мысалы өсті деген сияқты, өскеннен таптым деген сияқты. На самом деле сіздер бір-бірлеріңізбен қарсылассыздар. Сіз рынокқа келдіңіз ба, торговля жасап жатсыз ба, сатып алдыңыз, саттыңыз. Сізге қарсылас адамдар бар. Олар маркетмейкерлар, рынокты қозғалтатын хедж фондтар, инвест фондтар деген сияқты. Соның барлығы сіздерге қарама қайшы жұмыс жасайтын болады. Біріншіден да, олар екіншіден сіздің қарама қайшы жұмыс жасайтын басқа адамдар. Біз сияқты мелкий трейдерлар, инвесторлар деген сияқты. Мен өзім жалғыз трейдер ғана емес, инвестормын. Ұзақ уақытқа сатып аламын кейбір активтерді қысқа уақытқа, яғни сатып аламын. Бұл жақтан мысалға құлаудан да ақша табуға болады. Ол яғни шорт позициясы деп аталады. Шорт позициясы адамдар қалай құлағаннан ақша табады, не істейді деген сияқты әңгімелер айтылып жатады. Құлағаннан қарапайым түсінік бойынша түсіндіріп кетейін. Біріншіден, қалай құлағаннан табыс кіреді. Ең бірінші оңай мысал бұл жерде доллар мен теңгенің айырмашылығынан ақша табу. Өйткені сол түсіндірек болады, чем мына акция арқылы түсіндіргенге қарағанда. Например, мен телеграмға 2-3 күн бұрын салған болатын нәтижесін. Ал 550 кезінде доллар құлайды деп мен пландағанмын. Бұл жерде құлағаннан қалай пайда табамыз? Мен тұрамда досыма барып айтамын. Досым, маған $1000 қарызға ақша бере тұр. Мен саған, мысалға, 5 айда, 6 айдан кейін қайтарып беремін. Одан досымнан $1000 қарызға ақша аламын. Барамын да обменникке барамын. Мысалға, 2025 апрель делік. Сол кезде сол обзор түсірген. 2025 апрельде барамын да $1000 қарызға ақша аламын. Алғанымда барып обменникке барамын да $1000 берем, ол маған 550 мың теңге береді. Өйткені ол кезде доллардың курсы 550 болған. Қазір 495 сондай болып тұр. Енді сол 550 мың теңгені мен просто так кошелегімде ұстаймын. Счетымда мүмкін үйде деген сияқты. 550 мың теңгені ұстаймын, 6-7 айдан кейін уақыт өтеді. Уақыт өткеннен кейін не істеді? Доллар түсіп кетті төмен қарай. Баға 495. Мен барамда 495 мың теңгемді ғана аламын да обменникке барам. Обменниктен барып $1000 аламды. Досыма қайтарып беремін. Ортадағы 55 мың теңге өзімде қалады. Осы шорт позициясы. Сіздер енді бір акцияны или криптовалютаны сатып алдыңыздар. Ол болса құлап кетті. Сіздердің счеттарыңыз минус кетіп жатыр. Сол минус кетіп жатқан нәрсе адамдар шортқа кіреді. Мен сияқты, басқа фондтар сияқты шорт позицияларына кіреді, яғни төмен қарай құлдырағаннан. Сол сіздің минус кетіп жатқан ақша солардың ақшасынан түсіп жатады. Если сіздің ақшаңыз өсіп жатса, олар если шортқа кірген болса, сол шорттағы олардың ақшасы сізге түсіп жатады. Сіздер бұл жерде бір-біріңізге қарсылассыздар. Былай қарап тұрсаңыздар, ақша былай тауып жатыруыңыз мүмкін, бірақ сіз основа түсінбесеңіз, не болып жатқанын сіз білмесеңіз, айналаңызда ол қалай ақша келіп жатқанын түсінбесеңіз, сізге ақша табу вообще қиындай береді. Яғни бұл жақта кішкентай судың түсіне алу керек та, яғни қалай система жүріп жатқанын сіз системамен бірге қимылдай алмасаңыз,
сіз системаға жұмыс жасайтын болып кетесіз. Например, бізде мектепте, универде ондай нәрселерді үйретпейді ғой. Универ, мектеп бізге нені үйретеді? Бізге системаға бағынуды үйретеді. Бағынғанда сіз сол системамен жүресіз. Например, какой-то бір определенный айлығыңыз болады. Мүмкін біреуде миллион, біреуде 2 миллион, біреуде 500 мың деген сияқты, біреуде 300 мың деген сияқты, әркімде әртүрлі. Ну, например, сіз 500 мың теңге айлық алдыңыз. 500 мың енді оңай болсын деп отырмын. 500 мың теңге айлық алдыңыз. Бірақ сіз оның 500 мыңның бәрі сіздікі емес. Еске айтайын. Налогың бәрін алып қалғанның өзінде 500 мың қалды. Неге сіз 600 алуыңыз керек? Неге сіз счетқа 500 түсіп отырса? 500 түсті. 500 сізге Каспийіңізге түсті ма? 20% ол банктікі, Каспий банктікі. Ол қалай? Система былай құрастырылған бұл жерде. Сіз барасыз да төлеп жүресіз. Шаш алдыңыз, продукт сатып алдыңыз, кино көрдіңіз деген сияқты. Сондай түрлі операциялар жасап 500 мың теңгеңізді бітірдіңіз. Бірақ оның 20% Каспийге түседі. Мысалы, Каспий банкке болса, а если халық банкті қолдансаңыз деген сияқты. Ол қалай? Если мен кәсіпкер болсам, мен тұрамда Каспий QR, мына терминал бар ғой, дома 4 бұрышты тұратын. Мен QR-ым шығарам, сіз бар, сол QR арқылы төлейсіз. Соны қойып қоям. Сол қойып қойғаным үшін, если мен кәсіпкер болсам, сол жерге, если маған біреу 1000 теңге төлесе, 800 теңгесі менікі ол. 200 теңгесі банк алып қалады. Әр төлеген сайын 20%-ын банк алып қалады. Ол кетті ма? Ал ол 1000 теңге төлегеннен кейін 800 теңге, яғни ол магазиннің себестоимости 200 теңге ол банктікі алып қалды. А значит, баға 800-ден де арзан деген сөз. Олар қалай жұмыс жасап жатыр? Ол 800 теңгеге сізге сатып тұрса, ол примерно 600 теңге болуы мүмкін. Или 500 теңгенің заты болуы мүмкін. Яғни әр неден 100-200 теңге, 300 теңге көргеннің өзінде де. Сонда сіз кәсіпкерлерге 30%-ын бересіз, 20%-ы сіз кімге бересіз, сіз 20% банкке бересіз. Сол кезде 50% ғана сіз өзінікін себестоимосын алдыңыз. Мақұл, енді кәсіпкерлер, сіз магазинге барсаңыз, ана айдаладағы нәрсені сізге үйіңізге жақындатып беріп тұр. Сіз соны бердіңіз де төлеп тұр. Оларға еш нәрсе айта алмайсың. Үстіне қосса, олар арендасын төлейді деген сияқты. Ал бұл жерде банк, ең сорақысы бұл жерде банк кетеді. Енді осы система негізі 77 жылдан бастап басталған ғой, 1977 жылдан бастап. Бұл система қалай жүреді? Бізде федеральный резерв система деген бар. Ең ақшаны басатын солар. Бізде теңге басылып жатса да, отчет соққа кетіледі. Америка жақтағы федеральный резерв система. Ол система, ол Американың правительствесіне бағынбайды. Олар өздері организация, өздері ақша басады, не істейді деген сияқты сондай. Ақша күнде басылып жатыр. Біздер экономить етіп, бүйтіп істейміз. На самом деле ол ақша күнделікті басылып жатыр да. Біздер соған жұмыс жасаймыз деген сияқты. Олар не істеді? Олар тұрды, ақшаны басты. Енді олар әркіммен бүйтіп ақшаны бүйтіп жұмыс істете алмайды ғой. Олар тұрып банковский сфера қосылды ортаға, и банк халықпен жұмыс жасайды. Былай болды. Федеральный резервный система мемлекеттермен жұмыс жасайды. Мемлекет банктермен жұмыс жасайды. Банктер адамдармен жұмыс жасайды. Яғни ең кішкентайы бұл жерде банк адамдармен жұмыс жасап тұр да. Яғни ол адамдар енді мемлекет әр гражданинмен жұмыс жасай алмайды ғой. Банктер тұрып, олар мемлекеттік, мысалға мемлекетпен жұмыс жасайды. Яғни государствомен осындай пайызын беріп, долясын беріп сөйтіп отырады деген сияқты, налогын беріп. Ал мемлекеттер ФРС-мен жұмыс жасайды. Ал ең негізгі бұл жерде жұмыс істеу принцип ФРС қадағалап тұр бәрін. Енді дальше ФРС не істеді? Мысалы қарасаң, әр неден 20% банк ұстап қалып тұр. Ол мемлекет тағы ұстайтыны бар. ФРС-ке, мысалға, ФРС $100 несі төлесе, берсе, оларға тек 0,2% ғана келіп тұр ортада. Мемлекет ұстап қалып тұр, ФРС, банктер ұстап қалып тұр, өздеріне аз пайда қалып тұр. Енді осының жолын шешу үшін олар не істеді? Олар тұрып та криптовалютаны шығарды. Яғни ол дегеніміз биткоин.
Мен өзім биткоинмен төлеп жүрмін қазір деген сияқты. Ол прямой фрес жаққа бағынады. Федеральный резервный система жаққа бағынады. Олар қалай жұмыс жасалынады? Яғни ақша сразу сол жаққа прикреплен болып тұр. Болды. Екі ортадағы бәрін жауып тастады криптовалюта арқылы. Яғни крипто сразу фреске бағына отырады. Фрес сіздің не істеп отырғаныңыз бәрін көріп отырады. Мына жақта бірінші банк көреді, банктан кейін біздегі органдар, мемлекеттік органдар нелер көреді, одан кейін оны фрес көретін еді ғой. Ал мына жақта ол схеманың бәрін алып тастады да прямой схема алып қойып болды. Не үшін биткоиннің росты неизбежно деп айтады ғой. Мысалға сондықтан, өйткені қолданыс жылдан жылға көбейіп жатыр. Оны төлеу, не істеу деген сияқты. Комиссияда аз, даже мен бір жерге перевод жасайтын болсам досыма биткоин арқылы. Даже любой переводқа 0,1 доллар, 0,5, $1 ұстайды. Мысалы, 5 миллион теңге аудар деген сияқты. Бірақ түсу уақыты 1 минут. Ал сіз досыңызға, мысалы, Америкадағы неге, мысалға, перевод ақша аударатын болсаңыз, сізге минимум 3 жұмыс күні деп айтады. Ол даже 5 жұмыс күні, 7 жұмыс күні деуі мүмкін. Үй іші 1, 2 немесе 3%-ға дейін комиссия ұстайды. Яғни 5 миллион теңге аударсаңыз, 50 мың, 70 мың теңгеге ұстап қалады. Еще уақыт көп кетеді. Ал бұның решениесі биткоинмен. Тырс аударды, 1 минутта түсті, комиссияға $1 төледі, болды. Жұмыстың жеңілдету пайызын еседі. Бұл жалғыз бұл салада емес, досыңызға перевод емес, товар заказ берсеңіз де Қытай арқылы деген сияқты. Сіз сол жаққа ақшаңызды жібересіз, уже сіз ақша переводтауға 1 аптала уақыт кетпейді. Сіз уже күтетініңіз тек товардың келуін ғана. Яғни фураға тиеп есеп жіберсе, келді, максимум 1 аптада келді деген сөз. Ал ол, если банковский схема арқылы кететін болса, уже 2 аптаға созылып кетеді. Бұл жерде тек жұмыс, физический нәрсені қалдыру керек қой. Ақша сразу кетті, и товар кетті. Яғни осы схема болашақта өте ауқымды жұмыс жасайтын болады. Биткоин сол арқылы жоғары қарай кететін болады. Енді мен енді биткоин арқылы көбіне менің каналымның өзі InvestBTS деп жазылып тұр. Неге десеңіздер, мен ақшаның көбісін биткоинда ұстаймын. Яғни альткоиндар да бар, биткоиндар да бар, акциялармен де торговля жасаймын, бірақ ең основной менде биткоин. Жалпы сондай да, өйткені биткоинға сенімділік менде жоғары. Өйткені мен процессті білемін, қалай жүріп жатқанын. Мен кезінде биткоинді 20 мыңнан деген сияқты суммалардан әр жерлерден сатып алғам, мен средний сондай деген сияқты. 6-7 жыл болды осы салада жүргеніме, сондықтан өзім қорықпай солай торговлялар жасаймын. Енді сіздер ақшаны да солай бөліп ұстауларыңыз керек. Неліктен бұндай нәрселерді сіз формальды түрде өзіңіз жете алмайсыз. Сізге контролер адамдар керек болады. Яғни ең бірінші сізге инвестициялау керек болса, сіз бірінші қандай акцияға салам емес, мына миыңызды дамытуға жұмсауыңыз керек. Яғни сізге керек адамдармен сұхбаттаса білуге, олардан бір нәрсе алып кетуге жұмсағаныңыз жөн. Яғни сіз қандай бағытта жұмыс жасағыңыз керек. Мүмкін инвестиция, мүмкін товарный болсын, мүмкін басқа сала, өнер саласы болсын, басқа қандай деп айтсақ болады. Мысалы, пианино болсын, мысалы, мен өзім қызығам, өзім барып жүрмін деген сияқты. Ондай нәрселер сізге болашағыңызды дамытуға үлкен қуат береді. Мысалға, біздер тендер саласы болсын, адамдар айтып отады, мысалға, кейбір жақсы істеп кетіп отады, кейбір істей алмай қалады, болмайды екен дейді. Негізі болмайды емес, сен просто жұмыс жасамадың деген сияқты. Ол жалғыз, мысалы, тендер саласы болсын, ол Қазақстанда емес, Ресейдікі болсын. Мен мысалы совет ететінен Еуропаның жұмыстарымен жасасаңыздар, ол жақта пайыз өте жоғары табыс табу. Адамдар ол жақтарда да істейді, бірақ мысалы крупный суммаларды тарс басып кетсе болады деген сияқты. Неше түрлі бизнестер бар да, мысалға жасайтын. Бірақ оны сізге ешкім универ болсын, одан кейін мектеп болсын, ондай нәрселерді үйретпейді. Олар бізге тек системаға жұмыс жасауды үйретеді.
Ал сіз ақша табу үшін системамен бірге жұмыс жасауыңыз керек. Яғни оған қарсы шығып не деме, система қалай жұмыс жасап тұр, жүйе. Сол просто жүйеге ілініп бір жерінде тұра қалуыңыз керек болды. Қара жұмыс істейтін, айлыққа жұмыс істейтін адам өте көп. Сізде ол жерде қандай әңгімелер айтады? Дипломыңыз, стажыңыз, опытыңыз бар ма, анау мынау деген сияқты. Ал сізде ақша бар кезде қандай әңгіме айтады? Инвестициялау, қандай навыктарды жалғастырып үйренсе болады деген сияқты уже әңгімелер кете бастайды. Қалай ақшаны біздер көбейтеміз? Мысалы, бос уақытта немен айналысамыз? Мысалы, жұмыс істеу, біз азынан кешке дейін жұмыс жасауға негізі арналмағанбыз ғой. Бірақ осы системадан шығып кетуге мысалға 3-4 жыл ғана сіз уақыт кетеді. Ал ол адамдар көбіне шыдай бермейді, просто ақша оларға күнделікті түсу сияқты, миылары қатып қалған деген сияқты. Вот сондай. Мысалы қарасаңыздар, мысалы бізде 20 миллион адамда, оның 8 миллионы, 8 емес 7 миллионы, 7,5 миллионы бізде айлықта неде жұмыс жасайды, 1 миллион адам кедейшілікте тұрып жатыр деген сияқты. Біздерге жалпы Қазақстанда айлыққа жұмыс істеудің де керегі жоқ. Неліктен? Өйткені Африкада 1 миллиард адам бар, Пакистанда 200 миллион адам бар, күніне 1,500, 2,000, 3,000 теңгеге дейін жұмыс жасайды. Ойлаңызшы. 3,000 теңгеге олар бір күн жұмыс жасауға дайын. Мысалы, ешкім бізде өнеркәсіппен, инвестициямен, мысалға, ол жердегі дағды ғой. Мысалға, бізде айтып жатады, қазақта әдемі сөздер бар. Бас екеу болмай, мал төртеу болмас дейді. Ол жалғыз, ол сөзді біздікілер тек үйлену мақсатында қояды. На самом деле ол сөздің ар жағында үлкен нәрсе жатыр да. Ол жалғыз үйлену емес. Мына бизнесте де болсын, инвестиция саласында болсын, сізге по-любому ақылдасатын, үйренетін, яғни опыты жоғары адамдар по-любому керек болады. Сіз одан да кішкентай ақшаға сол опытты сатып алып, сол адамның 3 жыл жүрген нәрсесін 6 айда істеп жасауға болады. Вот сондай. Сізге алдыға қарай біреу бұрын 1 шагпен жүрген болса, 3 шаг аттап жүріп кетуге болады деген сияқты. Сондайда, мысалы, Пакистанда жаңағыда айтып жатқан 200 миллион адам бар, Индияда 1,5 миллиард адам бар, Африкада 1,5 миллиард адам, Египетте 150 ма 200 миллион адам бар. Просто так күніне $3 жұмыс жасайтын. $3, $6 ол дегеніміз теңгемен 4,000 теңге, 5,000 теңге ғой. Кейбіреуі 3,000 теңгеге жұмыс жасап жатады деген сияқты. Мысалға, біздер кәсіпке полностью кірісетін болсақ, қара жұмысшыларды мысалы сол жақтан ақ тарта аламыз. Американецтер мысалы сөйтеді ғой, мен өзім сол жақта жұмыс жасамын Америкада. Мен басында ойлайтынмын, мен көп айлық тапсам, болды, мен ақша көп табам деген сияқты. Мен мысалы 19 жасым, 20 жасым Америкада жұмыс істеп жүргенде айына $6,000 табатым. Қарасаң 3 миллион теңге өте жақсы ақша сияқты ше. Ыдыс жуып, помощник повара болып сөйтіп жүрдім. И ыдыс жуып жүргенде ойланатынмын. Мен мысалға ыдыс жуып жүріп айына $6,000 тауып жүрмін отельде. Ал отельге демалатын адам қалай сонда олар қанша табады деп мен ойлайтынмын сол кезде ыдыс жуып жүріп. Значит, олар 6,000 емес, айына 20,000, $30,000, яғни ол теңгемен 15 миллион, 20 миллион теңге табады деген сөз ғой ол уже. Өйткені ыдыс жуушының айлығы сондай болса, олар уже басқаша двигаться етіп жатыр. Олар масштабный двигаться етіп жатыр. Бізге мелкий ақшаны бүйтіп бере салған болып жатыр да. Вот содан кейін мен уже ойлана бастадым. Сөйттім де, ненің ақшасын қарадым, бір күнге отельге төлейтін. Бір күнге отельге төлейтін ақша $600, $700. Яғни сен бір ночқа қонып кетесің, 350 мың, 300 мың теңге тастап кетесің. Мысалы, бір адам сөйтіп тастап кетіп жатыр. Значит, ол айына 30 миллион сондай табады деген сөз, ол бір күнге бүйтіп жарата салса. Мысалға, маған ол ауыр ақша болып көрінді сол кезде. Вот. Өйткені мен айына $6,000 тапсам, если мен аналар сияқты жұмсайтын болсам, мен 10 күнде айлығым тауысып тастаймын, мен ішпеймін ба, жемеймін ба деген сияқты вопрос туындайды. Содан кейін тұрдым да, көп күнді тастадым да, мен өзім саламмен айналысам дедім да, осы сала бойынша кетіп қалдым. Мен осы салаға келгенім мен осы. Мысалы,
Америкадан қайтадан Қазақстанға обратно оралдым. Осындай инвест фондтармен жұмыс жасадым, ол жақта жұмыс жасадым, білім алдым деген сияқты. Мысалы 6 жылда нормальный нәрсе жасап тастадым деген өзім ойдамын да. Сондықтан сіздерге айтарым, мына айлық алып жатсаңыз да сіз не істеп жатқаныңызды білуіңіз керек. Біздер барлығымыз или крипто, или наличныйға көшетін болса, заттар біршама арзандайды, мен сіздерге айтамын. Банктер біздерді барлығын мысалға оңайлатып жатты. Бірінші перевод арқылы жібере салу, ести салу. Өйткені бізде наличка ұстамасақ, оларға тиімді. Біріншіден контроль ұстай алады бізді, қанша ақша тауып жатырмық, не істеп жатырмық. Екіншіден комиссия алып отырады, болды. Ол 500 000 теңгенің бәрі банкке кетеді ол. Сен тұрдың 500 000 теңге, мысалы бір оплата жасадың делікші. Уже 20% алып қалды да. Телефон алдың 500 000-ға. 400 000 теңге ана неге түсті? Сізде сатқан адамға түсті. Ол 400 000 теңгені ол барда бір жерге жұмсады. Мысалы дөңгелек сатып алды деген сияқты. Оның 20% тұрды да тағы банкке түседі. Дөңгелек сатушының. Дөңгелек сатушы 320 000 теңге алады. Дөңгелек сатушы тұрды да тағы не бар? Тағы сол сияқты бір жеріне 320 000-ға сатып алды. Тағы 20% кетті. Сөйтіп оны покупка сөйтіп жасалғаннан кейін 500 теңге жоқ, 500 000 теңге жоқ уже. Оның бәрін банк алып қояды, болды. Вот. Біздер тек банкіні байытамыз, болды. Если мысалға банкті пайдалану керек, просто айлық түседі, ақшаңды шешіп алып, наличкаға, болды. Негізі былай магазиндерге неге барып, мысалы бір нәрсе сатып алатын болсаңыз, мен наличка төлеймін, шамалы арзандап бересіз ба десең, олар береді олар. Өйткені біліп тұр ол банкпен түссе, мысалға банк 20% алып қалатын. Сен айтсаң барып, мысалы 500 000 теңге телефон сатып тұр, мен наличка беремін, давай 450 000-ға бер десең, ол береді саған. Мен өйткені сөйтіп жасаймын көп жерлерде. Мысалы үлкен покупкалар жасап отырсам. Енді магазин не дегендер өйтіп жасамайды. Бірақ мен солай жасаймын. Мысалы ноутбук сатып алсам да, мен айтам, наличка беремін, сен маған 10% не деп берді. Давай деп береді ол. Өйткені ол Каспи оплатамен былай халық бір нәрсемен төлесе, ол 20% ұстап болады. Ол наличканы сен 10% алып тұр өзіне. Сондай сияқты нәрселер, мелочь нәрселер былай қарап тұрсаң, бірақ сіздің карманың ақшаңызды сақтайды да. Өзі сіз, тем более сіз уже айлықта жүрсеңіз деген сияқты. Өйткені біздер каждый день жұмыс жасаймыз, істейміз. Жұмсап жүрген ақшаңды да контролировать ете алмасаң, саған ол үлкен минус. Одан да сен өсім беретін, мысалы күміс бір нәрсе салып қойсаң, шамалы күтсең, мысалы ол жақтан да пайда деген сияқты. Енді қатты экономичный болудың да керегі жоқ. Сіз өйткені ақша деген күнде басылып отыр, ол сізге пайда бермейді, ол экономик жасай берудің. Ақша өйткені күнде басылып жатыр, не істеп жатыр. Сізге ақша қалай экономдауды үйрену керек емес. Сізге қалай ақша табуды жоспарлайтын. Қалай мен көп тапсам, мен не істей аламын. Өйткені айлыққа жұмыс жасайтын адам, жаңа айттым ғой. Мысалы Пакистаннан тұрып 10 миллион жұмысшы әкеле салсақ, ол бізге қара жұмыс жоқ, даже біз істейтін. Еще искусственный интеллект шығып келе жатыр. Ол қанша адамның орнын басады ертең. Болды, ертең мысалға продавец, консультант, анау, мынау, ол бәрі кетеді ол. Олар барлығы жоқ болады, олардың бәрінің орнын басады адамдар. Сондықтан сіз ертең болашақ істеп жатқанда да кәсібіңізде де енді кәсіпкерлер ғана көбіне ақша тауып қалайын деп тұр ғой, өйткені олар адамға төлемейді, тек энергияға төлейді да. Яғни бір жүйе болады, жаңағы искусственный интеллект, роботтар нелерін жасап қояды. Болды, бір рет робот сатып алады, болды. Олар шаршамайды, просто зарядке қойып қояды, не істейді. Соңында сіз или опытыңызды барлығын басқа жерге жұмсап жібергенсіз, сол салада ғана опытыңыз бар, басқа саланы нөлден бастағыңыз келмейді деген сияқты. Сондай жалпы бір нәрсеге план минималды 5 жылға қойсаңыз сізге үлкен плюстар береді. Долгосрочный пландарыңыз сізде жақсы болса, болашақ сіздікі. Сіз конкуренттеріңізді әлде қайда басып озып кетесіз. Қаншалықты ерте бастаған, соншалықты сізге пайда. Сіз бір-біріңізге конкурентсіздер. Мысалы, инвестиция ақша салдыңыз ба, болды, сіз
қасыңыздағы басқа адамның бәрі инвестицияға салып жатқанның бәрі конкурент. Ол талпа қалай жұмыс жасап жатыр, сіз оларға керісінше жұмыс жасауыңыз керек. Всегда талпаға сіз кері жұмыс жасасаңыз, сізге соншалықты көп пайда береді. Бүгінгі айтарым осы. 2 апталық ойдан, мысалға бір нәрсе түйесіздер деген ойдан 2 апта сайын өсіп салып отырамын. Сіздерге бір кішкентай болса да миыңызды қозғайсыз деген ойдан. Жалпы сондай, тем более сіз бойдақ болсаңыз, сізге тезірек бастаған тиімді. Өйткені үйленген адамдар, олар балашаға несі болады, олар қиындау да, чем мына бойдақтан алады. Ал біздегі бойдақ адамдар несі? Бізде отношение не деген нәрселер жалпы қатты кетіп жатады ғой, инстаграмда, неде, тиктокта деген сияқты. Оның коучтарда дейін шығып кеткенше, негізі ұл мен қыз олар тек ақша табумен ғана басында жұмыс жасау керек еді. Мына 20 жасынан бастап, 27, даже 30-ға дейінше. Ал екеуі ырдың-дырдың бір-бірімен қырылысты, өйтті, бүйтті, сөйтіп келіп, үйленді. Үйленгеннен кейінде де жаңағы тема бітпеді. Концовкасына келді, олар 30-40-қа келді, баласы өсті, баласını қалдырар ештеңесі жоқ та оның. Өйткені олар жұмыс жасайтын кезде істеді, бір-бірімен қырылысып қана жүріп болды. Мына жағынан уже баласы қайтадан қиналып жатады. Сіздер кедейшілікті қайтадан жалғастырып жатсыздар да, болды. Кедейшілік деген ол ауру сияқты, ол атадан балаға бүйтіп қала береді болды. Оны келіп, мысалға, мен де өзім кедей туғам. Мысалға бүйтіп не істегеннен кейін сіз оны емделу үшін біраз нәрсе тәуекелдерге баруыңыз керек та. Сол емделіп сөйтіп бір нәрселерін сіздер жасамасаңыздар, просто так ол балаға кетеді, баладан немере кетеді деген сияқты сондай. Бүгінгі айтарым осы. Барлықтарыңызға табыс тілеймін. Осындай обзорларды жібермеңіздер. Енді мен ойлаймын, просто да жұмысқа кетіп баратқанда тыңдасаңыздар, өте сіздерге ауқымды нәрселер айтты деймін. Наушник киіп алдым, музыка тыңдағанша осындай нәрселер тыңдап жүрсеңіздер, сіздерге көп плюс береді, былай қарағанда. Пока-пока, бүгінгі айтарым осы. Сау болыңыздар.